Страус жұмыртқасының пайдасы мен зияны туралы ақпаратты төменде ұсынамын. Пайдасы, тамақтық құндылығы. Страус жұмыртқасы ақуызға, дәрумендерге А, Е тобындағы дәрумендер және минералдарға, темір, фосфор, магний бай. Бұл денсаулықты жақсартып, иммунитетті нығайтады. Екі, холестерин деңгейі төмен. Страус жұмыртқасының құрамындағы холестерин тауық жұмыртқасына қарағанда төмен, сондықтан оны жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары бар адамдарға тұтыну ұсынылады. Үлкен көлем. Бір страус жұмыртқасының салмағы шамамен 2 кг. Бұл шамамен 20-25 тауық жұмыртқасына тең. Бұл отбасылық немесе топтық ас дайындау үшін ыңғайлы. Жеңіл сіңімділік. Жұмыртқаның құрамындағы ақуыз жеңіл сіңіріледі. Бұл асқазан ішек жүйесіне ауырлық түсірмейді. Зияны. Бір аллергия қаупі. Кей адамдарда жұмыртқаға аллергия болуы мүмкін. Егер сізде тауық жұмыртқасына аллергия болса, страус жұмыртқасына да сақтықпен қараған жөн. Құрамындағы май. Страус жұмыртқасы пайдалы болғанымен, оның құрамында майда бар. Сондықтан оны шамадан тыс қолдану салмақ қосуға немесе холестерин деңгейінің жоғарылауына себеп болуы мүмкін. Микробтық қауіп. Страус жұмыртқасы дұрыс дайындалмаса, сальмонелла немесе басқа бактериялар арқылы улануға әкелуі мүмкін. Жұмыртқаны жақсылап пісіріп жеу маңызды. Құны. Страус жұмыртқасы тауық жұмыртқасына қарағанда қымбатырақ, сондықтан ол барлық адамдарға қолжетімді болмауы мүмкін. Ескеру. Егер страус жұмыртқасын тұтынуды жоспарласаңыз, оны сенімді жерден сатып алып, тиісті гигиеналық талаптарды сақтап, жақсылап дайындаңыз.